Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін мен сіздермен бананды пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Рецептке керекті заттарды описаниемда қалдырамын. Сіздермен бірге мен Мадина. Каналыма лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысқа бананымызды осылай қолмен бөліктерге бөліп салып аламыз. Сосын шанышқының көмегімен осылай майда етіп езетін боламыз. Үстінен жұмыртқамызды салып жақсылап араластырамыз. Және үстінен қантты салып араластыратын боламыз. Жақсылап араластырып болған соң үстінен сұйық майымызды құйып, және тағы ұзақ араластыратын боламыз. Енді бөлек ыдыста ұн мен қопсытқышты қосып жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан соң ұнды аз-аз мөлшерден салып араластыратын боламыз. Біздің тестамыз дайын. Енді осыны арнайы формаға құйып, қызып тұрған печкада 150 градуста 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын. Енді осыны ыдыстан босату үшін осылай төңкеріп аламыз. Міне өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Біз жасағаннан керемет болып шығатынына сенімдімін. Мен бұл пирогтың бетін осындай шоколадпен әсемдедім. Немесе сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Өте әдемі көрінеді. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.